Оқырмандар, бүгінгі сабағыма қош келдіңіздер. 82-ші сабақ Елордаға саяхат. Бірінші ребусты шешіп, бұл сөздің мағынасын анықтаймыз. Сұрақтар берілген. Бірінші ребустың жауабы қай саланың символы, оған қатысты қандай аңыздарды білесіңдер, неге символ ретінде осы ағаш алынған деп ойлайсыңдар. Ребустың жауабы бәйтерек. Бірінші сұрақтың жауабы Астананың символы. Екінші самұрық құс туралы аңыз. Үшінші себебі аңызда самұрық құсының ұясы бәйтерекке ұқсаған. Екінші тапсырма, мәтінді оқып монумент туралы ойларыңды ортаға салыңдар. Бейбітшілік ұялаған бәйтерек. Бәйтерек монументі Есіл өзенінің жағасындағы Қазақстанның бас қаласы Астанада орналасқан. Металдан, әйнек пен бетоннан жасалған бұл терек сәулеттік мағынасы жағынан да, жасалу жағынан да бірегей. Ол биіктігі 97 метрлік, ал шарды қоса есептесе 105 метр. Металл құрамасынан салмағы 1000 тоннадан астам 500-ге жуық қададан тұрады. Монументтегі барлық дүние төбесіндегі алтын шар биіктігі және 3 аймаққа бөлінген ішкі архитектурасы белгілі бір символды білдіреді. Осындай диаметрі 22 метр, салмағы 300 тонна болатыны алып шар әлемде тұңғыш рет бізде салынады. Бәйтерек нысаны 3 бөліктен тұрады. Астыңғы бөлік ұлттардың тамыр жаюы, ал одан кейінгілері өркендеу кезеңдерінің нышандарын білдіреді. Бәйтерек кешенінде келушілердің демалып асықпай отырып төңірегін көрінуіне мүмкіндік беретін дәмхана да бар. Панорамалық залдың ортасында 17 жапырақтан тұратын 17 түрлі әлем діндерінің уәжілдерінің қолы қойылған ағаш глобус орналасқан. Ал қасында монументті жасау идеясының авторы Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың алақанының ізі бар. Астананың орталығында көкке бой созып тұрған бәйтерек қазіргі Қазақстанның нышан символы. Өрлеуі мен түлеуінің, мемлекеттілігінің, биіктік пен тереңдіктің, кеңдіктің белгісі, дархандықтың көрініс іспетті. Ол елорда халқы мен қонақтарының ең көп баратын сүйікті орны. Бәйтерек туралы өз ойымызды айтайық. Бәйтеректің тамыры жер асты әлемін, ортасы жер әлемін, ал төбесі аспан әлемі білдіреді. Құрылымды жауып тұрған шыны шар киелі самұрық құсы басқан алтын жұмыртқаны бейнелейді. Сонымен қатар Бәйтерек монументі Есіл өзенінің сол жағалауында орналасқан. Күн сайын ғимаратты тамашалауға көптеген туристер келеді. Экскурсиялар қазақ, орыс және тағы басқа да шет тілдерінде жүргізіледі. Бүгінгі сабақ бір төл сөздің ішінде екінші төл сөз айтылса, алғашқысының алдынан сызықша қойылады да, соңғысы тырнақша қалынады. Мысалы, кейде әже маған ақыл армайды, алтын шірмейді деген ақылды бол балам дейді. Яғни бұл жерде төл сөздің ішінде екінші төл сөз айтылып тұр да, алғашқысының алдына сызықша қойылып тұр. Үшінші тапсырма, төл сөз бен автор сөзінің тыныс белгілерін дұрыс қойыңдар. Маған Астананың сәулеті ұнайды, жаңа қаланың сәулеті ерекше. Ол жерде әсемділік, белгілі рух бар, деді Нидерландыдан келген Хелен. Фотосурет жанрының негізін қалаушы Жан-Франсуа Розе Астана туралы. Астана көшелерінде әр қадам басқан сайын осы жерде батыс және шығыс мәдениетінің тоғысып тұрғанын байқадым деді. Қала бұрынғыдан да көп өзгеріпті. 50 жылда ел жаңа деген осы деді апам. Яғни бұл жерде дұрыс тыныс белгілерін қоямыз. Біз дұрыс тыныс белгісін қойып жаздық. Төртінші, оқылым мәтініндегі қою қарпен берілген сөздердің мағынасын сөздіктердің көмегімен түсіндіріңдер. Тарқанды, қол ашықтығы, жомарттықты білдіреді, іспетті, сол секілді, ұқсас деген сөзді білдірсе, сүйікті, ұнайтын зат деген мағынаны білдіреді. Ал басқала бір мемлекеттің астанасы, әйнек бұл бір жағы күмістің жұқа қабатымен көмкерілген мөлдір, шыныдан жасалған зат. Бірегей, таңдаулы деген мағынаны білдірсе, тамыр жаю деген сөз көбею, өсу, өну деген мағынаны білдіреді. Нышандары, белгілері. Ол әлем, ғаламшарлары, жұлдыздары, галактикалары, сондай-ақ материя мен энергияны қамтыған тұтас кеңістік пен уақыт және олардың түрлі құрамдарын білдіреді. Ал халық ол белгілі бір ұлт адамдарының мағынасын білдіреді. Бесінші тапсырма, Астананың көрікті жерлері атты бейне жазбамен танысып, иллюстрацияларды пайдалана отырып, Астанаға алғаш келген қонаққа қайда баруға болатын жөнінде жол көрсетіңдер. Астана тұрғындарының ең сүйікті ойын-сауық кезеңі қыс мезгілі. Сырғанақтар, тюбинг, конькиде сырғанау, каскимен серуендеу жетіп артылады. Мысалы, Грен парк және чистые пруды, яғни мұнда нағыз қысқы ертегі дерсіз. Қар көлігімен серуендеуге, коньки тебуге, сырғанауға барлық жағдай жасалған. Сонымен қатар мұнда қысқы пейзажда хаски иттермен әдемі фотосуреттер түсіруге болады.
6-шы тапсырма: берілген тірек сөздерді пайдаланып хабарландыру құрастырыңдар. Хан шатыр, естен кетпес кеш, сыйлықтар, жеңілдік, ойындар, тосынсый, қапы қалмаңыз, жұлдыздар, концерт. Хан шатырда естен кетпес кеш болғалы жатыр. Көп дүкендерде жеңілдіктер болады. Кеште концерттік бағдарлама өтеді. Және көптеген елдегі танымал жұлдыздар өнер көрсетеді. Ойындар ойнатылып, сыйлықтар беріледі. Тосын сыйлар болады. Қапы қалмаңыздар. 7-ші тапсырма: тыңдалым мәтініндегі бір сәулет нысанын өз қалауларың бойынша сипаттайтын жазбаша мәтін құраңдар. Мәтінде Қазақстанның әйгілі адамдарының сөздерін қолданыңдар. Бәйтерек монументі Астананың нағыз символы, оның танымал карточкасы. Монумент ұзын темірлі құрылымдардан, керемет үлкен шардан тұрады. Құрылым биіктігі 105 метрді құрайды. Салмағы 1000 тоннадан асып, 300 қалқаға тіреледі. 97 метрді құрайтын көрініс кешені заманауи қаланың көркем бейнесін ашады. 97 кездейсоқ саны емес, ол Астананың Алматыдан Астанаға ауысуын білдіреді. Осымен сабағымыз аяқталды. Сабақты түсінген болсаңыздар комментарийға жазуды ұмытпаңыздар.